Баршаңызға сәлем, YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз өте тәтті безе жасайтын боламыз. Ол безе өте оңай жасалады және де 2-ақ ингредиенттен жасалады. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдымен бізге ыдыс керек болады. Ыдысымыз өте құрғақ болу қажет. Бір тамшы суды түсіп кетпеу қажет. Безе жасаудың алдында мен сияқты осындай салфеткамен сүртіп алуларыңыз қажет. Бізге 2 жұмыртқа қажет болады. Бізге тек қана ақ уыз қажет болады. Сары уызы керек емес. Біздің ақ уызымызға сары уыз түсіп кетпеу қажет. Ақ уызы 65 грамм керек болады. Егер сізде весі жоқ болса, көз мөлшерімен жасай беріңіз. 2 дана жұмыртқа қажет болады. Бізге осындай ұнтақ қант қажет болады. Бірінші біз ақ уызымызды көпіртіп аламыз. 1-2 минут қажет болады. Біз миксердің жай жылдамдығымен араластырамыз. Міне қараңыздар, біздің ақ уызымыз көпірді. Енді біз қантымызды кезек-кезектен жаймен-жайменен салып отырамыз. Кезек-кезектен қант сала отырып, миксердің жылдамдығын көтереміз. Міне біз миксерлеп болдық. Осылай ақ уызымыз түспеуі қажет. Бізге осындай кондитерлік қапшық керек болады. Кондитерлік қапшығымызға жаңағы дайындаған ақ уызымызды саламыз. Содан соң пергамент қағазымызға безелерімізді саламыз. Дәл видеодағыдай мен сияқты істесеңіздер болады. Егер сіздер краситель қосқыларыңыз келсе, краситель қосуға болады. Пеште 70-80 градуста 1-2 сағат кептіреміз. Мінекей біздің безелеріміз кепті, өте тәтті болды. Жасап көріңіздер және де менің инстаграм парақшама тіркелуді ұмытпаңыздар. Және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.